Мен Кнесова Даяна, 7-ші сыныбы оқушысымын. Жобаның тақырыбы мағжан поэзиясының тәуелсіз Қазақстан символикаларымен ұштасуы. Ғылыми жобаның мазмұны: кіріспе негізгі бөлім, практикалық бөлім қорытынды. Кіріспе: қазақ әдебиетінің ор тұлғасы, өз заманының біртуар лирик ақыны Мағжан Жұмабаев мұрасы қазақ халқы үшін әрқашан таптырмас қазына, мол мұра. Бұлай деуіміздің себебі Мағжан ақын шығармашылығының ерекшелігіне байланысты. Ол өз өлең жырларын тек лирикалық сарынды ғана жырлап қоймай, өз ұстазы абайша азаттық рухты, тәуелсіздікке ұмтылысты насихаттады. Зерттеу мақсаты: Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен шығармашылығына шолу жасай отырып, ақын жайлы ақпарат беру. Зерттеу міндеттері: Мағжан Жұмабаев жайлы толық ақпарат беру, өмірі мен шығармашылығына шолу жасау, оның поэзиясына баса назар салып, оның тәуелсіз Қазақстан символикаларымен байланысын зерттеу. Зерттеу әдістері: әдебиетте тіл зерттеу, ғаламтор желісіндегі дереккөздерді талдау, тың деректер келтіру. Мен өз жобамды қорғау үшін көп іздендім. Аудандық кітапханаға барып, кітапханашы апаймен кездесіп, көптеген ақпарат алдым. Мағжанның «От қазақ тілі» деген өлеңдері бар екенін білеміз. От өлеңін алатын болсақ, күннен туған баламын, жарқыраймын жанамын, күнге қарап жағамын деп жазған. Немесе қазақ тілі өлеңінде алтын күннен бағасыз бір белгі болып, нұрлы жұлдыз бабам тілі сен қалдың деп жазған. Ақын болашақта тәуелсіздігімізді алып еркін өмір сүре алатынымызды білген және тәуелсіздігімізді дәлелдейтін нышандарды да өлеңмен бейнелеп кеткен. Тәуелсіздігіміздің дәлелдейтін нышандарының бірі көк туымыз. Көк туымызды ақын жырлап кеткендей күннің бейнесі бейнеленген. От қазақ тілі деген өлеңдерімізді осыған дәлел. Түсіндің бе? Алдағы жобаны сәттілігін. Кейін мектеп кітапханашы Айнаш апаймен кездесіп, ол кісінің біраз ақылын тыңдадым. Менің жоба жетекшім Абрыз Галиевна мен қазақ тілі пәні мұғалімі Ринат апаймен кездесіп, көп ақпарат алдым. Жоба жұмысымды дәлелдеу үшін оқушылар арасында сауалнама жүргіздім. Сауалнамаға 32 оқушы қатысты. Сауалнаманың бірінші сұрағы: Мағжан Жұмабаев кім? деп алдым. Бұл сұраққа 32 оқушыдан 27 оқушы жауап берді. Екінші сұрағым: Мағжан поэзиясымен еліміздің тәуелсіздігін дәлелдейтін нышандарды не байланыстырады? деп алдым. Бұл сұраққа 32 оқушыдан 16 оқушы дұрыс жауап берді. Қорытындылайтын болсақ, білім ордаларында арнайы Мағжан Жұмабаевтың ағартушылық сарындағы шығармаларын насихаттау, ақынның туындыларын зерттеу мәселесі бойынша жарыстар мен олимпиадаларды көптеп өткізіп тұру, Мағжан Жұмабаевтың құндылығын жоғалтпайтын мол мұрасымен оқушыларды мейлінше кеңірек таныстыру мақсатында мектеп бағдарламасындағы сағат санын көбейту. Назарыңызға рахмет.